Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен пирог пісіреміз. Ал кеттік. Құрамына 3 жұмыртқа, 200 грамм құмшекер, ұн, 200 грамм айран, 200 грамм маргарин және 1 шай қасық ас содасы. Бірінші жұмыртқа мен құмшекерді жақсылап тұрып көпіршіктенгенше араластырып аламыз. Және майды ертіп аламыз. Еріген майды көпіршіктенген қосындының үстіне құямыз. Содан соң 1 чай қасық ас содасын 1 ас қасық суға сөндіріп қосындыға қосамыз. Және үстіне 1 стақан айранды құямыз. Араластырып болған соң үстіне ұнды аздап қоюланғанша қосып отырып араластырамыз тағы да. Табаны майлап алып, үстіне жаңағы қосындыны құйып, духовкаға пісіреміз. Міне пирог дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар және арнаға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.